Қайырлы күн барша көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге песочный рогаликтер дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар. Керек қоспаларды алдын ала дайындап аламыз. Електен өткізіп алған ұнға бөлме температурасындағы сары майымызды салып илейміз. Осылайша қолымызбен барлығын жақсылап араластырып, крошка жасап аламыз. Үстіне бір жұмыртқамызды қосамыз. Үлкен қасықпен 2 қасық қаймағымызды қосамыз. Сөйтіп жұмсақ қамыр илейміз. Иленген қамырымызды полиэтилен пакетке салып, жарты сағатқа холодильникке қоя тұрамыз. Жарты сағат өткеннен кейін алып, 3 бөлікке бөліп аламыз. Енді әр бөлікті оқтаумен жұқалап жаямыз. Мен осылай табанын қақпағын пайдаландым. Ирек кескішімізбен кесіп аламыз. Жай пышақпен кесіп алсаңыздар да болады. Шетіндегі артық қамырларын жинап аламыз. Енді осы дайындап алған жұқа қамырымызды 8 бөлікке бөлеміз. Енді қоюлатылған сгущенкамызды салып шығамыз. Мен дептікін пайдаландым. Осылай барлығына салып аламыз да жақсылап орайтын боламыз. Видеода көріп отырғандарыңыздай ораған кезде екі жағын қатылап басыңыздар. Өйткені пісіп жатқан уақытта сгущенкамыз ағып кетпеу керек. Барлығын жасап алғаннан кейін осылай противенімізге пергамент қағазын төсеп, барлығын тізіп шығамыз. Бетіне жұмыртқа жағамыз және алдын ала қызып тұрған 180 градуста духовкамызға салып пісіріп аламыз. 20-25 минутта пісіп дайын болады. Міне біз рогаликтерімізді пісіріп алдық. Енді бетіне қант ұнтағын сеуіп шығамыз. Міне өздеріңіз көріп отырғандай үгітіліп керемет болып пісіп шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Шаймен ішкенге өте жақсы. Рецепт ұнаса менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алдыда әлі де неше түрлі рецепттер салатын боламын. Сіздермен бірге болған меруерт ас болсын.